Сиқырлы әлемге қош келдің. Осындай қызықты ертегілерді тыңдай беру үшін тіркеліп қолдау көрсет. Қазір ертегі басталады. Тылсым орман мен алтын қауырсын. Баяғыда емес, ертеде бір үлкен таудың етегінде Торайғұл деген ақылды бала өмір сүріпті. Ол табиғатты ерекше жақсы көріп, орман ішін жиі аралап жүретін көрінеді. Бір күні Торайғұл таудың арғы жағындағы тылсым орман туралы естиді. Ол орманға күн сайын тек 1 сағат қана кіруге болады екен. Себебі ол орманда сиқыр бар дейді. Аңызға сенсек, кім сол орманнан алтын қауырсын тапса, арманы орындалады екен. Торайғұл ойланып, толғанып, бір күн түнімен дайындалып, таң ата орманға жол тартады. Жол бойы түрлі аң, құс, ерекше дыбыстар қарсы алады. Бір кезде алдынан сөйлейтін тиын шыға келеді. Торайғұл, орман сені танып тұр, бірақ сен қауіпті сынақтардан өтпесең, алтын қауырсынды таба алмайсың, дейді. Бірінші сынақ шындық сынағы. Алдынан шыққан айна Торайғұлдың жүрегіндегі шын пиғылды көрсетеді. Ол шын жүрегімен арманы басқаға көмектесу екенін мойындағанда ғана айна жоғалып кетеді. Екінші сынақ қорқынышпен күресу. Орман түнеріп, айнала тып-тыныш болып қалады. Бір сәтте үлкен көлеңке пайда болып, оны қорқытады. Бірақ Торайғұл батыл болып, мен жүрегіммен жарық алып келемін деп айқайлайды. Сол сәтте орман жарқырап, көлеңке ғайып болады. Үшінші сынақ таңдау. Оның алдына 2 қауырсын түседі. Бірі алтын, бірі көгілдір. Көп адам алтынды таңдайды. Бірақ Торайғұл көгілдір қауырсынды таңдайды. Сол сәтте аспан жарқ етіп, орман ішінен алтынмен көмкерілген үлкен құс ұшып шығады. Құс былай дейді: сен таза жүрекпен, батылдықпен және ақылмен шешім қабылдадың. Бұл қауырсын саған емес, бүкіл еліңе бақыт алып келеді. Сен енді орманның қорғаушысысың. Содан бастап Торайғұл елге оралып, білім үйретіп, әділетті болуға тәрбиелеген екен. Ал тылсым орман оны мәңгі досы ретінде сақтапты. Ертегі тыңдағанды жақсы көрсең, парақшама жазылуды ұмытпа. Жақында тағы да сиқырлы ертегілер болады.